Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Мусулимова Ардақ Сақабадин қызы. Менің өмірлік ұстанымым Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзімен бастағым келеді. Талантты ұстазға дарынды шәкірт, ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады дегім келеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабағымызды бастаушы бірінші психологиялық ахуал қалыптастырмалар. Бүгінгі сабағымызға мен сіздерге жақсылық тілеймін. Қане бастаймыз. Мен бүгінге сәтті оқу көріп тілеймін. Сонымен құрметті білім алушылар, алдыңғы білімді еске түсіру мақсатында бізге ord-бол әдісі арқылы сіздерге сұрақтар дайындап келген болатынмын. Осы ord-бол әдісінде сіздерге сұрақтарға жауап берсеңіздер. Кімге түседі екен? Әли, жер бедерінде қандай нысандар жатады? Тау, жазық, ойпат. Жарайсың. Екінші сұрақ. Еуразияның солтүстігіндегі шеткі нүктесі не деп аталады? Пицца болсын. Кімге келді? Тоғжан. Жер қабығында қанша литосфералық тақта бар? 7 ірі тақта бар. Жарайсың, 7 ірі тақта бар. Келесі сұрақ кімге түседі екен? Жәнібек, жер қыртысының тұрақты қозғалмайтын бөлігі не деп аталады? Платформа. Жарайсың, платформа деп аталады. Сонымен құрметті білім алушылар, ой шақыру әдісі арқылы жаңа тақырыпты ашып алайық. Бірінші, енді тақтаға қарасақ балалар, сіздер қандай суреттерді көріп тұрсыздар? Әйгерім. Бірінші суретте тау. Бірінші суретте тау дейді. Жақсы, екінші суретте. Осы көрсетілген видеода балалар мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Бірінші сұрақ. Жер бедерін күшті өзгеріске ұшырататын жер астындағы платформалардың екі жақта ығысу әрекеті. Ал кірігу кезінде бізде ендік бағыттағы кірігу әрекеті жердің материктік және мұхиттық шұғылалардың ірі мұхиттық қыртыстардың пайда болуына алып келеді. Ал енді ығысу бір-бірінен жаңағы ажырау әрекеті. Мұхиттық қыртыста да және жер бетік қыртыста да бұл үдеріс не істейді балалар? Үнемі жүріп отырады екен. Сонымен құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес, тақырыпқа бойынша біздер тапсырмалар орындаймыз. Бұл тапсырмалар біздер топтық тапсырма. Енді антиклинал тобы сіздерде бірінші жаңағы
уақытыңыз 8 минут. Ал бастаймыз. Ал енді құрметті меймандар, бірінші антиклинал тобын бағалап жіберейік. Алдарыңызда жақсы, жарайсың, орташа деген смайликтер жатыр. Қайсы сіздерге көбірек жаңа түсінікті болды саған? Қандай? Не себепті жақсы баға бердің, Нұрдәулет? Өйткені осы топ өзінің плакатын жақсы қорғап түсіндірді. Жұмысын дейміз, е? Жұмысын жақсы қорғады. Жарайсыңдар, отыра алыңыздар. Сонымен бізде екінші тапсырмамыз, балалар. Атлас картадан географиялық нысандарды не істейміз? Анықтайтын боламыз. Бұл бізде қазір кесім картада берілген әрбір нысанды жүкпен орындайтын боламыз. Бұл жерде аттары берілген, міне тапсырмаларымыз. Орындалу уақыты 6 минут. Қане бастаймыз. Олай болатын болса, балалар, уақытымыз аяқталды. Біз сіздерге тапсырма берген болатын атлас картадан географиялық нысандарды табу, ойпаттар, шөлдер, таулар және жазықтар. Қане бірінші топ бізде тауларды анықтау керек болатын. Тақтаға келе қойыңыз.
Олай болатын болса, уақытымыз аяқталды. Бізде жаңағы картадан дүние жүзіндегі әртүрлі нысандарды табу керек болатын. Олар таулар, жазықтар, шөлдер және ойпаттар. Бірінші топтан бізде Толғанай мен және Ұлас шығады екен. Және келе қойыңыздар. Бірінші тауларды анықтап алайық. Сонымен құрметті білім алушылар, сабағымызды бекіту мақсатында миға шабуыл әдісі арқылы местерге бірнеше сұрақтар қоямын, соған жауап беріп жіберсек, иә? Сонымен балалар, эндогенді және экзогенді күштер дегеніміз не болды? Сонымен сабағымызды қорытындылау мақсатында бізде шығу парағы әдісі берілген, рефлексия балалар. Алдарыңызға мен стикер тараттым. Бүгінгі сабақтан өздеріңізге жаңағы қиын болды, тапсырмаларды орындадым. Осы сабақты өте жақсы түсіндім. Әртүрлі қызықты сұрақтар қойылды. Біз осы сабақта әртүрлі шөлдіктерді, тауларды тауып үйрендік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.